Жаз басталғалы бері Маңғыстаудың барлық аймақтарында көбелектер көбейіп кетті. Әсіресе Ақтау қаласында көбелектің көптігі соншалық, жүрген кезде аяғына оратылып, бетіңе соғады. Біздің Маңғыстауда үстіртте үлкен көзді барқыт көбелектер жиі кездеседі екен. Табиғаттың ең басты тозаңдандырғышы аралар, ал одан кейінгі орында көбелектер тұр. Яғни көбелектер ағаштардың тозаңдануына, жаңа өсімдіктердің өсуіне өзінің ықпалын тигізеді екен. Көбелектер де басқа жәндіктер секілді көктемде тұқым көбейтеді. Көбелектердің табиғатын зерттейтін ғылымды лепидоптерология деп атайды. Көбелектердің 157 мыңнан астам түрі бар екен. Осы әлемдегі табиғаттағы ең ірі көбелектің қанаты 30 сантиметр екен. Оның қанатының сондай ұзын болғандығы сонша, оны көбінесе құстармен шатастырып алады. Ал ең шыдамды көбелек ол монарх деп аталады. Ол мыңдаған шақырымды тоқтаусыз ұшып өтеді екен. Мәселен, монархтың жылдамдығы сағатына 12 шақырым болады. Оның тіпті сағатына 31 шақырым ұша алатын түрлері де бар екен. Әлемдегі ең кішкентай көбелек көк карлик деп аталады. Оның қанатының ұзындығы бар болғаны 1,4 сантиметр екен. Көбелектің тағы бір құпиясын айтайын. Көбелектің қанаты түссіз мөлдір болады. Сіз қазір айтуыңыз мүмкін, неге қызылды, жасылды көбелек бар ғой деп. Расында олардың қанаты түссіз мөлдір. Яғни оның қанатын осындай әсем түске бөлейтін ол күн сәулесі және гүлдердің тозаңы. Егер көбелектің қанатын алып қырса, немесе бір нәрсеге тиіп қажалса, оның бояуы өзінен өзі түсіп қалады екен. Жалпы көбелектер өте қысқа ғұмыр өмір сүреді. Олардың ғұмыры жұмыртқадан басталады, одан кейін шынжыр табанға айналады, одан кейін қуыршаққа айналады, ең соңында имаго, яғни көбелек болып ұшады. Осылайша 4 кезеңнен тұрады. Көбелектер өсімдіктің сөлімен, шырынымен қоректенеді. Бұған дейін айтқанымдай, көбелектер осы гүлдердің тозаңдануына, яғни одан әрі көбеюіне өте көп жәрдемдеседі. Тағы бір көбелек туралы қызық мәлімет айтайын. Ол көбелектердің осындай сан алуан, ғаламат, бояуларымен ерекшеленген түрлері қызыл кітапқа енген екен. Көбелектердің бәрі пайдалы емес. Олардың ішінде ауыл шаруашылығына зиян келтіретін көбелектер де бар.